Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлуді үйренеміз. Қазір мені 624 санын 78-ге қалай бөлеміз, соны түсіндіріп кетейін. 624 санын 78-ге. Алдымен 6-ны көреміз. 6 78-ге бөлінбейді. 62 де 78-ге бөлінбейді. Сондықтан 624 бірліктің өзін аламыз. 78-ге бөліміз керек. Енді 624-ге 78-ді бөлу үшін қандай санынан береміз? 8-ден береміз дейді. 8 жерде 8-ім 64, бірліктің астына жазамын. 6-сы ойда сақтаймын. 7 жерде 8-ім 56, 56-ға 6-ны қосамын, 62. 62. Енді азайтам. 624-тен 624 алсам 0 болады. Сонда 624-ті 78-ге бөлгенде бөлінді 8 екен. Енді сол сияқты екінші есепте және дұрыстығын тексер дейді. 351 санын 39-ға бөлеміз. 3 саны бөлінбейді. 35 саны 39-ға бөлінбейді. Өйткені 35 саны 39-дан кіші. Сондықтан 351 санын аламыз. Басын түртіп қоямыз. Енді нешеден береміз? 8-ден берсек аз болады. 9-дан береміз. 9 жерде 9-ым 81. 81-дің бірлігін жазамын, 8-ін ойда сақтаймын. 3 жерде 9-ым 9-ды 3-ке көбейтем. 27. 27-ге 8-ді қосамын, 35 болады екен. Азайтамын. 351 санынан 351-ді алсам 0 болады. Сонда бөлінді 9-ға тең екен. 196-ны 28-ге бөлеміз. 196-ны 28-ге. Нешеден береміз? 7-ден беріп көрейік. 6-дан берсек аз болып қалады. 7-ден берейік. 7 жерде 8-ім 56. 5-і ойда. 6-сын түсіремін. 7 жерде 2-ім 14. 14-ге 5-ті қосамын. 19 екен. 196 санымыз шықты. 196-дан 196-ны алсақ 0 болады. Сонда бөлінді 7-ге тең екен. Енді 396-ны 66-ға бөлейік. 396-ны 66-ға нешеден береміз? 6-ның таблицасында 6-мен аяқталатын қандай сан бар? 36 сан бар екен. 6-ны 6-ға көбейткенде 36 болады. 6. 6 жерде бұнда да 396-ның өзін аламыз. 6 жерде 6-ым 36. 3-і ойда. 6 жердегі 6-ым 36. 36-ға 3-ті қосамын. 39 болады екен. 0. Сонда бөлінді 6-ға тең. Енді көбейтуіміз керек еді. Жаңа енді тексеру. 39-ды 9-ға көбейтіп көрейік. Бағана 351 санын 39-ға бөлген кезде 9 шыққан. Енді тексер дейді. Қалай тексереміз? 39-ды 9-ға көбейтеміз. 9 жерде 9-ым 81. 1-і түсіп, 8-і ойда. 9 жерде 3-ім 27. 27-ге 8-ді қосамын. 35 болады екен. 35. Бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына, жүздікті жүздіктің астына жазамыз. Енді 3-тің асын түсіндір дейді. Есептеулерге қара, жазбаны түсіндір дейді. 385-ті 65-ге бөлгенде 9 қайдан шықты? Так, 5 бөлінбейді, 58 бөлінбейді.
585 аламыз, 9-дан береміз. Өйткені 5-тің таблицасының ішінде 5 жердегі 9-ым 45. 5-пен аяқталатын сан 45 екен. 9 жерде 5-ім 45. 5-і түсіп, 4-і ойда. 9 жердегі 6-ым 54. Ойдағы менен 58 болады. Азайтамыз, 0 шығады. Сонда 9 бөлінді 9-ға тең екен. Енді 58.500. Артында 0-дары бар сан 65-ке бөлеміз. Бұнда да 585 аламыз, басын түртіп қоямыз. Өйткені 58 бөлінбейді. 9-дан береміз. 9 жерде 5-ім 45, 4 ойда. 9 жердегі 6-ым 54. 54-ке 4-ті қосамын, 58. Азайтамын, 0 болады. Енді 585-тен 585 алдық, 0 болды. Енді не қалды? Бізде 2 0 қалды. Бұны не істейміз? Мынау бөліндінің артына тіркейміз. Өйткені мына жақта басқа бөлетін сан жоқ. Сондықтан 2 0-ды 9-дың артына тіркейміз. Бөліндінің. Сонда 58.565-ке бөлгенде 900 саны шығады екен. 3-тің әсін шығарып көрек. Осындай тәсілмен. 1 бөлінбейді, 16 бөлінбейді. 168 аламыз. 168-дің ішінде 24 қаншадан береміз? Ал көрейік. 4-тің ішінде, 4-тің таблицасында 8-бен аяқталатын қандай сан бар? 7 бар, балалар. 7, 7, 28 еткен. 28-дің 8-ін жазамын. 2-сі ойда. 7 жерде 2-ім 14, ойдағы мен 16 екен. 16 азайтамын. 168-ден 168 аламын, 0 болады. Енді бізде не қалды? 1, 2, 3, 0 қалды. Мұнда бөлетін басқа сан жоқ. Сондықтан 3 0-ды мына 7 бөліндінің артына тіркейміз. 1, 2, 3. Әр санды әр шақпаққа жазамыз. Бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың, жүздікті жүздіктің астына жазамыз, балалар. Келесі бізде 4-ші есеп. 4-ші есепте не дейді? 1858 жылы маусым айында Шоқан Уәлиханов Қашқарияға саяхат жасап, 1859 жылы сәуір айында Верный қаласына қайтып оралды. Саяхат қанша уақытқа созылды дейді. Шоқан Уәлиханов саяхатқа қай жылы шығыпты? 1858 жылы. Қысқаша берілген былай жазамыз. Саяхатқа шықты 1858 жылы маусым айында шықты. Қайтып оралды 1959 жылы сәуірде қайтып оралды. Сонда саяхат қанша уақытқа созылды? Саяхаттың қанша уақытқа созылғанын табу үшін не істейміз, балалар? 1858 жылы маусымда саяхатқа шықты дейді. 1959 жылы сәуір айында оралды. Егер құр жыл ғана болатын болса, 59 пен 58-дің арасында бір ғана жыл бар. Бұл жерде енді айлары да бар. Сондықтан айларымен қосып естейміз, қандай амал қолданамыз? Ойланып өзіміз шығарамыз. Бір ғана амалмен шығады екен. Саяхат неше айға созылғанын табамыз. Неше айға созылды. Келесі екінші. Қазақстандық географ, тарихшы, этнограф және тілтанушы мамандардан құралған топ 2014 жылы Шоқан Уәлихановтың керуен жолы бойынша экспедициясына Қашқарияға аттанды. Бұл маршрут Шоқан Уәлихановтың экспедициясынан кейін неше жылдан соң жаңғырды дейді. Шоқан Уәлиханов 2000 экспедицияға шықты. Қысқаша берілген былай жазамыз. Экспедицияға шықты 2014 жылы. Шоқан Уәлихановтың экспедициясы 1858 жылы
болған. Енді экспедиция 2014 жылы не дейді сұрақ? Бұл маршрут дейді Шоқан Уәлихановтың, мынау экспедиция Шоқан Уәлихановтың экспедициясынан неше жылдан кейін жаңғырды? Мысалы, Шоқан Уәлихановтың экспедициясы 1858 жылы шыққан, ал қазақстандық географ, тарихшы, этнограф және тілтанушы мамандардан құралған топ 2014 жылы экспедицияға шығыпты. Сол неше жылдан кейін жаңғырды? Соны табамыз. Келесі 5-ші тапсырма. Туристік автобус аялдамаға дейін 72 км/сағат жылдамдықпен 5 сағат жүрді. Бұл оның барлық жүрген жолының 1/3 бөлігін құрайды. Туристік автобус қандай қашықтықты жүріп өтуі тиіс? Енді біз қысқаша берілгенін. Жылдамдық белгілі 72 км/сағат, сағатына 72 км жүреді. Ол 5 сағатта қанша километр жүрді? Бұл оның барлық жүретін уақытының 1/3 бөлігі ғана. Міне мынау 5 сағат. Барлық жүретін жолының 1/3 бөлігі ғана. Сонда барлығы ол қанша жол жүруі керек? Міне, туристік барлығы 3 бөлік, 3 бөліктен тұрады. Оның 1 бөлігі ғана 72 км/сағат жылдамдықпен 5 сағат жүрген. Алдымен нені табамыз? Осы 1 сағатта 72 км жүрсе, 5 сағатта ол қанша километр жүреді? S1-ді табамыз. S1. 5 сағатта оны қанша километр жүрді? Бұл оның 1 бөлігі ғана, жүретін жолының 1 бөлігі ғана. Енді әлі қанша? Барлығы 3 бөлік жүру керек. 3 бөліктің 1 бөлігі ғана осындай болса, қалған барлығы қанша жол жүру керек, соны табамыз. Демек, 2 сұрақ белгісі 2 амалмен шығады екен. Бірінші S1-ді табамыз, одан кейін S-ті табамыз. Келесі 6-шы тапсырма. Бөліндінің мәні мен қалдықты анықта дейді. Қалдықпен шығаруды орындаймыз. Баған түрінде 75-ті бөлінгіш 75, бөлгіш 9 дейді. Бөлгіш 9. 9-ның ішінде 75-ке жуық қандай сан бар? Бөлін. 8-ден береміз. Өйткені 8 жерде 9-ым 72. 9-дан берсек, 9 жерде 9-ым 81 асып кетеді. Сондықтан 8 жерде 9-ым 72. 5-тен 2-ні аламын 3. 7-тен 7-ні аламын 0. Енді 3 9-ға бөлінбейді. Басқа түсіретін сан жоқ. Сондықтан 3 бұл қалдық болады. 75-ті санын 9-ға бөлген кезде бөлінді 8 және 3 қалдық шығады екен. Тағы да біресін шығарып көрейік. 725-ті 9-ға бөл дейді. 72 бөлінеді. 7 9-ға бөлінбейді. 72-ні аламыз. 72. 9-ның ішінде 8, 8 жерде 9-ым 72. Жазамын. Азайтамын. 72-ден 72-ні аламын. 0 болады. Енді түсіретін қандай сан бар? 5 бар. 5-ті 5-тің астына түсіремін. 5 9-ға жетпейді. Сондықтан бұл не болып қалады? Қалдық болып қалады. Сонда 725-ті 9-ға бөлген кезде бөлінді 8 және 5 қалдық шығады екен. Келесі соңғы 727-ні 9-ға өздерің осылай бөліңдер. 7-ші тапсырманы да осылай баған түрінде көбейтеміз. Ал баған түрінде көбейту екен. 3200-ті көбейтемін 47-ге.
47-ге. Біз көбейткен кезде нөлдерге мән бермейміз дедік, сондықтан біз сан мен санды, екі таңбалы санды, көп таңбалы санды екі таңбалы санға қалай көбейтеміз? 7-ні 2-ге көбейтемін. 14, бірліктің астына жазамын. 1 ойда, 3 жерде 7 жерде 3-ім, 21, ойдағы мен 22. 22, ондықтың астына, бірліктің астына жазамын. Енді ондықпен көбейтемін. Бірлікпен көбейтіп болдық. Бірлікті ондықпен көбейтіп болдық. Енді ондықты көбейтеміз, оны астына жазамыз. Ондықпен көбейткендіктен ондықты ондықтың астына жазамыз. 4 жерде 2, 8, ондықтың астына жазам. 4-пен көбейтіп тұрсам, сол 4-тің астына жазам. 4 жерде 2, 8, 4 жерде 3, 12. 12-ні біз жүздіктің астына, мыңдықтың астына жазамыз. Енді қосамыз. 4-тің өзі түседі. 8-ге 2-ні қосамын. 10, 1 ойда. 2-ге 2-ні қосамын. 4, ойдағы мен 5. Мына 1-дің өзі түседі. Енді мына 2-0-дан естеймін. Мұнда 2-0 болса 2, 3-0 болса 3. Артына тіркейміз. 1, 2-0. Тіркейміз. Көбейту амалы, екі таңбалы санға көбейту амалы осылай орындалады. Мұнда тағы да 3 таңбалы санға 3 таңбалы санды көбейту бар екен. 423-ті көбейтеміз. 46-ға 46-ны жазамын, 0-ді бөлек жазамын. Енді біз 0-ға мән бермейміз. Біз 6-мен көбейтеміз. 6 жерде 3-ім, 18. Бірліктің астына жазам, 1 ойда. 6-мен көбейтем. 6 12, ойдағы мен 13, 1 ойда. 6 жерде 4-ім, 24, ойдағы мен 25. Енді келесі ондықпен көбейтемін. Жүздік, мына жерде жүздік. 4 жерде 3-ім, 12, оны өзінің астына жазамын. 1 ойда, ондықтың астына. 12 1 ойда, 4 жердегі 2-ім, 8, ойдағы мен 9. 4 жердегі 4-ім, 16. 16-ны жазамын. Астын сызамыз да қосамыз. 8, 3-ге 2-ні қосамын. 5, 9-ға 5-ті қосамын. Немесе 5-ге 9-ті қосамын. 14, 1 ойда. 2-ге 6-ны қосамын. 8, ойдағы мен 9, және 1-дің өзін түсіремін. Мұнда 1 ғана 0 бар, сондықтан ең соңына 0-ді тіркеймін. 423 сан 460-ға көбейткен кезде 194.580 саны шығады екен. Келесі 8-ші тапсырма. 8-ші тапсырмада балалар есептер құрастырып, оларды шығар, кері есептер құрастырып көр дейді. Мысалы, міне, адам 5 км жылдамдықпен 3 сағат жүрді. Сонда S-ті табамыз. Біз S-ті табу үшін не істеуші едік? Жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Ал енді тағы да кері есептер құрастыр дейді. Мысалы, сағатына 100 км жылдамдықпен машина, көлік 100 сағат км жылдамдықпен 10 сағат жүрді дейік. S қаншаға тең болады? Немесе енді 100-ді белгісіз деп алып, 1000 км, S 1000 км, уақыт 10 сағат, жылдамдық белгісіз. Екінші кері есепте енді уақытты белгісіз қылып аламыз. 85 км, арақашықтық белгілі, уақытты белгісіз. Кері есеп құрастырамыз. Кері есеп құрастырып жазамыз. Болды. 9 пен 10-ды үйге аламыз. Үй тапсырмасы 9-10 тапсырма.